Сәлем достар, сіздермен бірге Дина Руша. Бүгін біз креветке қосылған өте жеңіл, көздің жауын алатын салат дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен креветкаларымызды қабығынан аршып, тазартып аламыз. Одан кейін бір сарымсақты теркадан өткізіп, дәміне қарай тұз қосып араластырамыз. Жарты ас қасық соя соусын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған тапаға май құйып, креветкаларымызды шамамен 5-7 минут қуырып аламыз. Үлкендеу тарелка алып, салат жапырақтарын салып аламыз. Мен руккола, айсберг және мультилиф жапырақтарын қолдандым. Сіздер де өз қалауларыңызша кез келген салат жапырақтарын қолдансаңыздар болады. Қызанақтарымызды видеода көрсетілгендей үлкендеу бөліктерге бөліп тураймыз. Үстіне қуырылған креветкаларымызды салып шығамыз. Бір ас қасық лимон шырынын және дәміне қарай зәйтүн майын қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Дастарханға ұсынбас бұрын салатымызды пармезанмен немесе кез келген қатты ірімшікпен және бальзамический соуспен әсемдейміз. Мінекей, біздің салатымыз дайын, кез келген дастарханның көркін ашады, әрі өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.